Армысыздар. Мен Алматы облысы Еңбекші Қазақ ауданы Омар Мұхамади атындағы орта мектептің 9 сынып оқушысы Рымхан Жанайкерім. Сіздерге Ильяс Жансүгіровтің Бақытты Жамал әңгімесінің буктрейлерін көруге ұсынамын. Заманның заңғар тұлғасы Ильяс Жансүгіровтің Бақытты Жамал әңгімесі 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамындағы әйел тағдыры мен әлеуметтік өзгерістерді терең көрсететін шығарма. Әңгіме жаяу келе жатқан шаршаған жолаушы Өтегеннің бейнесімен басталады. Оның жол үстіндегі ойлары өткен өміріне, кеткен қателіктеріне жетелейді. Негізгі кейіпкер Жамал, ол жастайынан жетім қалады. Қайралап дейтін бір туысының үйінде тұрып, жоқшылықтың тауқыметін тартады. Қыз тағдыры сол заманға тән заңдылықпен шешіледі. Жамал 13 жасында өз еркінсіз малға сатылып, жасы үлкен адамға ұзатылады. Бұл 20 ғасырдың басындағы қазақ қоғамындағы әйел тағдырын өзі шеше алмауының айқын көрінісі еді. Күйеуі қайтыс болған соң Жамал жесір қалады. Ол ауылда да, қоғамда да қорғансыз күйге түседі. Амалсыздан қалаға кетіп, ауыр жұмыс істеп күн көреді. Осы тұста ол Өтегенмен танысып, тұрмыс құрады. Жамал бұл некеден тыныш өмір мен отбасы тұрақтылығын күтеді. Алайда Өтеген еңбекке немқұрайлы қарап, жауапкершіліктен қашатын еді. Кеңес өкіметі орнап, колхоздастыру басталғанда Жамал жаңа өмірге бейімделіп, еңбекке араласады. Алайда Өтеген керісінше жеңіл жол іздеп қоғамнан қашады. Өтеген Жамалдың ақылын тыңдамай, Жақыпбектің азғыруына еріп, колхоздан қашуға бел балайды. Оның ойында еңбексіз, жеңіл өмір арғы бетте, Қытай жағында бар деген жалған бақытқа сенеді. Түн жамылып колхоздың жылқысын айдап, Жақыпбек бастаған бай құлақтарымен бірге қашып шығады. Өтеген колхоздан қашып кеткеннен кейін Жамал тағдырдың ауыр соққысына қайта күйремеді. Керісінше, ол өміріне түбегейлі шешім қабылдады. Өмірге деген көз қарасы өзгеріп, бұрынғы қорғансыз, жасық әйелдің орнына өзіне сенімді, қайратты ана қалыптасты. Жамалдың ана тануы оның өміріндегі ең үлкен қуаныш еді. Өткен өміріндегі қорлығы мен бейнеті енді артта қалғандай болды. Жамалдың бақыт туралы арманы байлықта, атақта емес, ана болу, адал өмір сүру, маңдай термен күн көру. Жамалдың бейнесі қазақ әйелінің күшін, сабырын, рухын танытатын образ. Ұзақ тентіреп жүріп, Өтеген туған жеріне қайта оралады. Бірақ бұл оралу қуаныш емес, өкініш пен қорқынышқа толы еді. Өтеген бұрынғы үйіне, жарына пана іздеп келеді. Алайда оның қарсы алдынан баяғы жасық, көнбіс Жамал емес, өз өмірін өзі басқарған, қоғам заңын түсінетін берік мінезді әйел шығады. Ильяс Жансүгіровтің Бақытты Жамал шығармасы тек бір әйелдің тағдыры емес, бұл қазақ қоғамының, адам өмірінің, еңбек пен ар-ожданының философиясы. Шығарма бізді өмірге жеңіл қарамауға, бақытты сырттан емес, өз еңбегіміз бен ішкі әлемімізден іздеуге үндейді. Осы шығарманы оқуға ұсынамын.